класс оқушысы Мұналбек Назира. Корней Чуковскийдің «Дәрігер Айболит» шығармасы. Оның тақырыбы мейірімділік, сүйіспеншілік, жануарларға деген қамқорлық. Оның басты кейіпкері дәрігер Айболит. Ол жануарларға қамқор көрсетіп, көмектеседі. Осы шығарманы оқуға шақырамын. Абайдың 25-ші қара сөзі. Абай айтқан бала білімге өзі жүгірмейді. Оны баулу керек, үйрету керек. Көңілі оянсын, санасы сергек болсын. Ғылымға ынтасы терең болсын. Бірақ білімнің бәрі пайда әкелмейді. Білім бар адамды түзетеді. Білім бар адамды аздырады. Нағыз білім адамдыққа жетелейді. Жақсылыққа, әділдікке тәрбиелейді. Білім ізде, еңбектен арманда. Жаныңмен ұмтыл жарқын таңдарға. Сонда ғана досым сенде боласың, Абай айтқан нағыз адамға. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, кел, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Қаған қатар бақытым, ең бірінші бақытым халқым менің, соған берін мойынның алтын жолын. Ол барымыза мен барым, қор болмайын, қымбат ақ алтыннан нарқым жеңсін. Адам бойын сергітті, көңіліңді аударуға тырысады. Сондықтан кітапты оқып, өз ойыңды аудар. Оқуға құштар, мектеп оқуға құштар, ұмытшай, шындық пен үйлесім сыйлады. Сөз өзін айнасы оқыған сайын сұрайлы, сөзін әрлі бола түседі. Ол әрлі